Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен пахлаваның ерекше рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрғақ ыдысқа електен өткізіліп дайындалған ұнымызды саламыз. Ыдыс құрғақ болуы керек және оның үстіне қопсытқышты қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, песочное тесто дайындайтын боламыз. Үстіне сары майды қосып, песочное тестомызды дайындаймыз. Сары май мен ұнды араластырып алған соң, үстіне майлылығы 20% құрайтын қаймақты қосамын. Қаймаққа мен тұзды араластырып жібердім және үстіне бір жұмыртқаны салдым. Жұмыртқа екеуін жақсылап араластырып, қамыр жасайтын боламын. Мына менің қамырым дайын болып шықты. Қамыр өте жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырды алып, мен 4 бөлікке бөлемін. Оларды қалтаға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямын. Қамырымды тоңазытқышқа салып қойдым. Енді салмасын дайындайтын боламын. Салмасына жаңғақты майдалап турап алдым, яғни ұсақтап, оның үстіне мейіз қосатын боламын. Мейіздің барлығын турап қосып салдым. Енді үстіне шекерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салманы дайындап болған соң, мен қамырларымды тоңазытқыштан алдым. Енді қамырларды жеке-жеке жаятын боламын. Қамырым өте жұмсақ болып шыққан. Енді оны табаға саламын. Менің табамның формасы квадрат, яғни 4 бұрышты. Сондықтан да мен қамырларды 4 бұрышты етіп жайып жатырмын. Қамырдың екінші бөлігі міне дайын болды. Енді табаның ішінде тұрған қамырдың үстіне салмасын саламын. Салманы қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Салманың үстіне екінші қамырмен бетін жабатын боламыз. 4 бөлікте де осылай қайталап істеп шығамыз. Пахлавамыздың соңғы қамыры да дайын болды. Енді оны салмамыздың үстіне жауып дайындаймыз. Үстінен пышақпен пахлаваның формасын шығарамыз. Ыстық пешке жібермес бұрын біз пахлаваның формасын шығарып алуымыз керек.
Міне біздің пахлавамыз дайын болып қалды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Жұмыртқаның сарысын жағып болған соң үстіне жаңғақты салып, қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Пахлавамыздың дайын болуына 15-20 минуттай уақыт қалған кезде оны пештен алып, ортасын осылай пышақпен кесіп шығамын. Себебі ортасына сироп құятын болғандықтан оны алдын ала дайындап аламыз. Пахлаваны осылай жақсылап кесіп дайындап аламын. Енді оны тағы да 5-10 минутқа ыстық пешке салып аламын. Міне біздің пахлавамыз дайын болып қалды. Енді осы пахлаваның үстіне жақсылап ыстық сиропты құйып шығатын боламын. Сиропты жақсылап құйып болған соң, оны тағы да 5 минутқа ыстық пешке салып қоямыз. Міне қыздар, енді біздің пахлавамыз дайын болып пісіп шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.